Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елім. Біріншіден амал мерекесі құтты болсын. Жаңа жылда жақсылығымен келсін. Ал енді біздің Жаңаөзенде қазіргі жағдайымыз айтатын болсақ, біздің белсенді 5 азаматымызды қазіргі таңда 174 статья іліп, ұлт-араздықты қоздыру деген статьяны іліп, соларға іс қозғап жатыр. Соларға іс қозғаудың үстінде біздер келіп осыларға жиналып, өздеріміздің наразылығымызды білдіргіміз келіп, осыны айтуға келдік. Ал енді айтатыным, ол азаматтар осы Жаңаөзеннің әлеуметтік жағдайын бірнеше семьяларға көмек беріп, өздерінің жақсы белсенділігін білдіріп жүрген азаматтар, олар ешқандай ұлт-араздық қоздыру мәселесіне ешқандай қатысы жоқ ол азаматтардың. Сондықтан ол азаматтарды тездетіп, ашық, анықтап, ақтап шығарып жіберуіңізді талап етеміз бізде. Құрметті Қазақстан, қазақ азаматтарымыз, бүгінгі келіп жеткен амал мерекесі, Наурыз мерекеміз құтты болсын деймін. Құтты болсын дей отыра, бүгінгі біздің Наурыз мерекесінде мынау әкімшіліктің алдында жиналуымыздың себебін айта өтейін. Біздердің осы жерде жиналуымыздың, жұрттар көрісіп жүргенде біздердің жиналуымыздың себебі, біздің осы белсенді азаматтарымыз Жаңаөзендік осы жетімді жебеп, жесірді демеп, жылағанды жұбатып, құлағанды қолтығынан демеп жүрген осы біздің азаматтарымызды бүгінгі күні қудалауға ұшырап жатыр. Біздің бұл жігіттерді өзім басым деймін, Қазақстанның түкпір-түкпірінде осындай жігіттер бар екеніне қуанамын. Жерім, елім деп жүрген қазағымнан айналдым деп мен бұл кісілерге басым деймін. Дегенменен неге біздің Конституциямызда қарастырылғандай біздің әрбір қазақ азаматы өзінің құқығын таптатпауға, өзінің правасын ортаға шығып айтуға құқылы екендігі белгілене отырып, неге бізді қудалауға ұшыратып отыр деген сұрақ туындап тұр бұл жерде. Біздің 5 азаматымызды өткенде де қудалауға ұшыратып, біресе әкімшілік жауапқа тартады, біресе 5 күнге, біресе 10 күнге арнайы орындарға қамаумен келе жатыр. Сол кешегі біз 28 күнгі ақпан күні де сейіліп, жоламан дегенге жұмыс жасап жатқан жерде барып қудалауға ұшыратқанда, біз соңынан барып, сол жерде арызданып прокуратураға және мынау әкімшілікке арызданғанбыз, бізді қудалауға ұшыратпаңдар деп. Соның ертеңіне 1 Наурыз күні барлығымызды жолда жүктеп апарып, сендер Әблиясовтың адамсыңдар, анаусыңдар, мынаусыңдар деп бізді таңертеңгі қамағаннан 4 сағат кешкі 4:30-да әйтеуір шығарып жіберген болатын. Неге біздің енді жігіттерді 174 статьямен қудалауға тиіс бұлар? Біз осыған наразымыз, біздің жігіттер қудаланбасын деп, осы Наурыз күні осы жерде дүрлігіп тұрған себебіміз осы. Егер де біздің осы жігіттер қудаланаты болса, мен өз қарабасым сол жігіттермен бірге басқа адамға жауап бермеймін. Мені де қудалауға ұшыратып, қайда апарса соларға қолданған статьялары қолдансын деп өзім өтінемін, және осы жігіттерден қалмаймын. Мен осы жігіттердің кемесінде бірге жүрдім ба, сол аяғына дейін барамын. Неге жерім, елім деген үшін бұл жігіттер қудалануға тиіс. Біздің атам қазақ, біздің атамыздың алып қалған найзаның ұшымен, білектің күшімен алып қалған жер неге басқа адамға берілуге тиіс? Неге басқа өзге ұлт осы жерді басыну керек? Басынғанның басын алам деген сөз үшін неге қудалауға ұшырау керек? Әрине бізге осы жерге келіп басынса, басын алуға дейін барамыз. Мен де қайталап айтайын осыны. Басын бізді өзге ұлт. Жетер. Біз сөзімізде тұрамыз. Жер біздікі, жер қазақтікі, жер қазақ елінікі. Тағы да қайталап айтам. Мен сөзіме мен де таймайым осы жерде. Осы жігіттерге не болса, маған да бірге болсын. Мен бұлардан жырақта қалмайым. Маған да қолдансын. 5 азаматтың атын айта кетейін. Алла Назаров Нұрымбет,
Сейілов Жоламан, Наренов Нұржан, Жұмағалиев Мұратбай, Төлеу Серік. Ал енді осы жігіттер қазағым деп жүрген, шырылдап жүрген жігіттер. Қазақстанда, қазақ елінде қазір біздердің көріп жатқанымыз дүнген қазақтың полициясын ұрып соғады. Армян қазақтың жігітін ұрып өлтіреді. Қытай қолдарына келген, не келген жасап жатыр қазақтың қазақ ұлтына. Тәжік бар қазақ жігітін өлтіретін. Ондайды біз еш уақытта да кешірмейміз. Қазағым деп осы ұлтқа жүгіріп жүрген азаматтардың барлығын қолдаймыз біздер. Сондықтан да ол азаматтар осындай шарамен айналысып жүрген, ақты ақ, қараны қара деп жүрген жігіттер, олар ешқандай қылмыс жасаған жоқ. Оларды тездетіп қудаламауын сұраймыз. Қудалана беретін болса, біздер наразылығымызды одан сайын, одан әрі күшейте береміз. Біз қазақты басынуға еш уақытта да жол бермейміз. Біз қазақ ұлты, біз әлде де жасаймыз. Бізді басын, ешкім өзге ұлт бізді басын келіп. Жер қазақтікі, ел қазақтікі, қазақтар жасасын. Басқа адамдар бізге керек емес. Өзіміздің қазағымыз, өзіміздің жерімізде болсын. Қудаланбауын талап етеміз. Қазақ жерім, елім деген азаматтар. Қудаланбауын талап етеміз. Астық жариялауын. Егер де осыдан қудаланатын болса, біз астық жариялауға дайынбыз. Осы жігіттер болып, біздер аштық жариялаймыз. Аштық жариялаймыз ба?